Сәлем достар, біз бүгін сіздермен to for шылауларының айырмашылығын үйренетін боламыз. Бірінші to бағыт, мысалы үшін I'm going to talk you, мен сенімен сөйлесуге келдім дейді. Яғни бағытталып тұр, қасындағы напротив адаммен сөйлескісі келіп тұр. For біреу үшін бір мақсатқа бола. Мысалы it was for you, бұл сен үшін еді. Ал енді тереңірек түсінетін болсақ, to destination, бір жер, мысалы үшін we are going to Paris. Біз Парижге бара жатырмыз. To Paris бағытталып тұр, Парижге. What time it is? It's 1:45. 2:15 минут қалды. To distance, арақатынас, арақашықтық. It's about 10 miles from my house to the university. Яғни үй менен университеттің арақашықтығын сипаттап тұр. Соған қолданады екен. Comparing, салыстыру. I prefer sleeping to working. Мен ұйықтағаннан гөрі жұмыс жасағаннан гөрі ұйықтағанды дұрыс көремін дейді. I prefer sleeping to working. To көрдіңіз бе, comparing мақсатында қолданып тұр. It's better than this coat деген кездегі салыстырмалы түр емес. Бұл жерде I prefer sleeping to working деп тұр. Яғни салыстырмалы түрде giving, бір нәрсеге беру, біреуге береміз ғой, біз үнемі біреуге беретін болсақ, біз осылай айтамыз. I gave the book to my sister. Мен өзімнің кітабымды әпкеме бердім. Кімге бердім? Әпкеме бердім. Бағытталып тұр. Motive, reason, with birth. Етістікпенен себептер. Мысалы үшін I come here to see you. Мен сені көруге келдім. Бір себеппенен, яғни destination, бір жерге бару мақсатында. What time, уақыт айту. Distance, арақатынасты айту. Comparing, салыстырмалы. Giving, беру біреуге. Motive, reason, себеп, етістікпен бірге қолданады. Осы жағдайларда to қолданады екен. Бағытталу, біреуге беру, бір жерге бару, салыстыру, арақатынастарды айту. Ал енді for benefits деп жаңағыда бір нәрсенің пайдасы. Yogurt is good for your digestion. Йогурт сенің асқорту жүйеңе пайдасы бар дейді. Benefits, пайдалы. For your деп тұр, сенің. Period of time, уақыт аралығы. We've lived here for 2 years. 2 жылдан бері тұрамыз. Осындай кезде for қолданылады екен. Schedule дегеніміз расписание, күнтізбе. I made an appointment for May 3. May 3rd. 3 мамырға мен не жасадым дейді, кездесу жасадым дейді. 3 күніне. Agree with, келісім. Are you for or against the development of nuclear weapons? Келісесің бе немесе қарсысың ба? Are you for or against? Келісесің бе, әлде қарсысың ба? Against дегеніміз қарсысың ба деген сөз. Doing something to help someone. Біреуге көмектесу үшін бір нәрсе жасау дейді. Could you carry this book for me? Сен мен үшін мына кітаптарды көтере аласың ба дейді. Көтеріп бересің бе дейді. Яғни біреуге бір нәрсе жасау үшін көмек сұрау. Motive, reason, яғни себеп, бірақ бұл жерде етістікпен емес, зат есіммен қолданылады екен. Let's go out for a drink. Кеттік сыртқа, су ішіп қайтайық дейді. Сыртқа шығып қайтайық, жаңағыдай сусын ішуге деген сияқты. Бір себепке бола қолданылса, ол forға кетеді екен. Function with birth, қызмет, етістіктің ing формасымен. A little is a big spoon used for serving soap. Шөміш, ол үлкен қасық, сорпа құюға қолданылады дейді. Не нәрсеге қолданылады екен? Сорпа құюға, яғни қызмет түрі, яғни шөміштің қызметі ол сорпа құю. Яғни for қолданылады екен пайдалы нәрселерге, яғни бір нәрсе саған пайдалы болса, соны жеткізу мақсатында, уақыт аралығын, расписание, келісесің бе, қарсысың ба деген кезде, бір адамға көмектесу мақсатында, себеп, яғни етістік зат есіммен қолданатын себеп, сонымен қатар қызмет. Осы ғана достар. Менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер, алдағы уақытта пайдалы видеолар шығатын болады. Келесі кездескенше оқыған озады. Білімдінің күні жарық.